Так, енді қарайық. Сіздің кітаптың PDF бар ма? Бар болу керек. Бар ғой негізі, мен өзім полный терген кітабым ғой бұл. Аток деген кітап естіген шығарсыңдар, Просто жібере аласыз ба біздің жақтан? Компьютерден ашып салайық сразу. Андай ыңғайлы болу үшін. Жібере саласың. Ақтолқын апайға жібересіз ба? Иә, Ақтолқын апай потом бізге группа жібере салады да. Ағайдың номерін білесіздер ма? Иә. Ағай, сіз жастық сабақ берген сабақ қалай оқыды? Жас па? Жас жақсы оқиды, жас. Тірліктер жақсы. Жас па? Жас всегда ұйықтайтын бе еді? Ұйықтамайтын. Ағай, сіз номеріңізді айта саласыз ба? Ұйықтатпайтын ғой сабақта. Бір каскаға отыратын болған ағайлар. Енді көзің кетіп бара жатса, қолыңа бір ағырып. Ағай. Мына іштіш Энтінің пробныларын шығарып отырып, өзіне формула құрастырасың ғой. Оптиканы. Потом барып кітаптан көресің сол формуланы. Внезапно болады. Анау сынудың қалыңдыққа тәуелділік формуласы бар еще тағы. Анау стеклоның там мөлдір ортаның қалыңдығына байланысты формуласы бар. Маха. Жада Ержан да тұр, таныс маған ше? Махамбет ағай. Махамбет. Маха. Ау. I love you. Ей. Так, все. Тақта көрінді ма? Иә. Геометриялық оптика. Қарайғанда. Енді негізі екі бөлімге бөліп айтып жатыр ғой, геометриялық оптика плюс толқындық оптика деп. Жалпы геометриялық оптика тақырыбында, дауыстарын сәл өшіріп қойдым, басшаған бір түсіндіріп өтейін. Қара, геометриялық оптика. Жалпы оптика екі бөлімнен тұрады. Біріншісі ол геометриялық оптика, негізгісі. Одан екіншісі бар толқындық оптика деген болады. Енді біз толқындық оптика өттік, ол жарықтың қалай таралады, қандай ортаға таралатындығы жайлы болған. Енді геометриялық оптика бұл тақырыптың ішінде жалпы негізгі бөлім екіге бөлінеді. Біріншісі ол жарықтың заңдары қалай таралады, то же самое дифракцияға ұқсас бөлімі бар. Екінші бөлімі ол линза. Линзадан кескін алу, линзаның негізгі оптикалық күштері, және де жазық айна, бүкіл қасиеттерінің бәрі осының ішінде. Енді қарай, геометриялық оптика. Жалпы геометриялық оптиканың бірінші бөлімі ол жарықтың заңдары. Жарық заңдары деп айтамыз. Өте маңызды бөлім. Тесттағы теориялық сұрақтарда саман солай келіп отырады бұған. Бір ортадан екінші ортаға өткен кезде дененің жылдамдығы, дененің толқын ұзындығы, немесе дененің сыну көрсеткіші деген секілді сұрақтар келеді. Артама кемімен бәрі осы заңдылық бойынша таралады. Енді қарайық. Жалпы негізгі бұл жерде есепте айтылатын орталар қалай бөлінеді? Соған бір тоқталып өтейік. Жалпы жарықтың заңдарын өткен кезде ең бірінші нәрсе ол қандай орталар бар, содан бастап айтқан дұрысырақ болады. Қарайғанда. Так, бізде шамамен андай бір шекара жасайық. Мынау біздегі бір шекара болсын. Мынау бір шекара. Бұл енді физикада есептерде айналық бет деп айтылады. Айналық бет. Алда ортада тұрған сызық, бұл нормаль сызық деп айтылады. Нормаль деген нәрсе ол жай ғана таяқша ретінде жүреді. То есть дененің қандай бұрышпен, қандай бұрыш жасап құлап жатқандығын, қандай бұрышпен түсіп жатқандығын анықтау үшін енгізілген шама. Енді бұл нормальдің есепте атқаратын рөлі особо жоқ. Бұл нәрсе дененің таралуына немесе бағытын өзгертуіне ешқандай да әсері жоқ.
Егер де дәл осы жерге бірінші бір сәуле түсіретін болсақ, ол сәуле бізге дәл осы оптикалық перпендикулярға келіп түседі, ортадағы перпендикулярға келіп түседі. Бірінші сәуле төмен бағытталған сәуле түседі, және де оны біз нормальмен салыстырамыз. Бұрышын әлі де әрқашанда, және бұл бұрышты альфа деп белгілейік біз. Және де дәл осындай бұрышпен сәуле түскеннен кейін, дәл сондай бұрышпен былай қарай өтетін сәуле бар бізде. Бұл жақта тоже перпендикулярмен шығады, және бұл жерде де бізде бұрыштық мән бар. Шағылу. Бұл бұрыштық мәнді біз желательно B деген әріппен белгілей берейік. Бұл жердегі альфа дегеніміз, ол біріншіден түсу сәулесі, түскен сәуленің бұрышы. Бета дегеніміз шағылған сәуле, шағылу сәулесі. Кейбір денелерден сәуле шағылады, ал кейбіреуден шағылмайды. Тоже бұған да мән беруіміз қажет. Қандай бұрышпен сәуле түссе, дәл сондай бұрышпен шағылады деген заңдылық бар, яғни альфа тең бета деген заңдылығымыз. То есть түскен сәуле 40 градус болса, оның шағылған сәулесі де 40 болады деген сөз. Немесе шамалы күрделенген сұрақтардың ішіндегі мынандай сұрақтар келеді. Жалпы түскен сәулеменен шағылған сәуленің арасындағы бұрышы 90 градус дейді. Сұрақ, шағылу бұрышы қанша? 45. 45. Науда 45 деген сөз. Яғни, общий екеуінің арасы 90-ды құраса, ол әрине түсу 45, шағылу 45 дегенді білдіреді. Екке бөлінеді. 120 десе 60. Шағылу екеуі бір-біріне тең бола ма? Аха, түсу мен шағылу бір-біріне тең болады. Түсу тең шағылу. Яғни бізде мынандай кездер болатын, бір мектеп кездерде, класста болады, далада күн шығып тұрады, сен аласың оны. Или стекло, бір сағаттың стеклосы болады, или болмаса телефонның бетіндегі айнасы болады, жастығы болады стеклосы. Одан бөлек таза айналық жазықтықтар болады. Күн түседі, былай күннің сәулесі. Былай айнаны қоясың, сәуле түскен сәулеміз шағылады былай қарай. Ол барып мұғалім көзіне тигізеді, әркім қыздың көзіне түсіресің. Бізде мұғалім көзіне түсіре алмайды, біз енді әрине, но тақтаға түсіресің, бір оқушының қызыға түсіресің. То есть соның өзі бір физика, оның өзі бір геометрия, оның өзі физика. Ортада нормаль болады, айна жастығы, түскен сәуле. Бірақ та сол кезде біздің басымыз жетпеді, екі айнаны біріктіріп істеуші. Мысалы, бір жақта сен жарықты мына жаққа түсіресің, ол айнамен басқа айнаға түсіріп, басқа жерге мүлдем басқа жаққа шағылдыр жерге болады. Одан бөлек, енді қарайық. Енді айналық, ортадағы айналық бет тұр бізде, басқаша шекара деп айтады. Бұл шекарадан кейбір сәулелер енді өтіп кететін сәулелер болады. Кейбірі шағылады, кейбірі өтіп кетеді. Бұл өткен сәулені біз айтамыз сынған сәуле деп. То есть, ортаға келгеннен кейін ол сәуле сынады, белгілі бір бұрышқа сынады. Ол бұрышты біз мына жаққа белгілейміз. Тоже нормальмен көрдік қой, строго нормаль жазықтығымен салыстырамыз. Бұны біз гамма деген әріппен белгілейік. Бұл енді гамма сәулесі альфаға беттаға тең емес, және де ол сәулелерге қарағанда сәл аздау бұрышпен, кіші бұрышпен жүреді. То есть, мысалы, бізде мына 45 градус болса, түскен сәулеміз. Бізде сынған сәулені шамамен 30 градус деп алсақ болады. То есть 45-тен әлде қайда азып алғанымыз абзал болады. Енді қарайық, бізде егерде түскен сәуле 45 болса, оның айналы жазықтықпен жасайтын бұрышы да 45 болады. Бұндай да сұрақтар келуі мүмкін, біздегі айналық жазықтық ортада, айналық бет деп айтамыз. 45 градус. Не үшін? Өйткені бұл жер общий перпендикуляр, яғни 90 градус. То есть, на 45 пен на 45-ті қосқан кезде бізде қанша шығу керек? 90 шығу керек. Егер мынандай сұрақтар келетін болса, бізге шағылған сәулемен сынған сәуленің арасындағы бұрыш десе, мына жерді белгілейміз. 105. Бұл жер бізде болайын деп тұр? 105. 105. Не үшін? Өйткені мына жер полный 180-ді беру керек болады. Дұрыс па бізге? Сонда 45-ке, мына тұрған 45-ке 105-ті қоссақ, 150, оған 30-ды қосамыз, 180-ді береді. То есть полный бір жазықтық.
Немесе 45 пенен 30-ды қосып 180-ні азайтып жіберуге де болады. Ол да вариант. То есть 3 бұрышты қосқан кезде самогон қанша шығу керек? Бізге 180 шығу керек. Одан бөлек бізде былай да сұрақ қойылуы мүмкін. Түскен сәуле менен сынған сәуленің арасы. Уже мен мына жерге апарамыз, көрдік па? Сынған сәуленің арасы бізде. Бізде мен мына жерде таза 45-ің өзі кіріп тұр бұл жерде. Және таза бізде мына жақта 30 градустың өзі де кіріп тұр. Түсіндік па? Мына жақта 45 кіреді уже. Мына жақтағы 30 да кіріп кетеді бұл жерге. Және де ортада полный 90 градус бар бізде. Дәл осы үшеуінің қосындысы бізге түскен сәуле мен сынған сәуленің ара қашықтығын береді деген сөз. Так, 45 қосамыз 90, қосамыз бізде 30, 165 құрайды. 165 деген сөз. Яғни түскен сәуледен сынған сәулеге дейінгі ара қашықтық бізде 165-ті құрайды деген сөз. Келесі. Аға, Енді қарайық. сұрақ пайда болып тұр. Аха. Біз әрқашанда ең аз деген бұрышты аламыз ғой. Ол не всегда то же самое. То есть мысалы бізде түскен сәуле болса, мына бізде сынған сәуле болса, қалайсы болады мысалға. Ол жерде вариантқа қарайсыңдар уже. Мысалы тура өйстіп табасың сен, көп жауапты сұрақ келеді, сен 105-ті белгілейсің, ол вариант бар. Мына жақта 165 таптың, бірақ ол вариант тестта жоқ болып қалды. Значит, сен уже не істейсің, сен уже мына жақтан бастап былайынан алып келесің. 360-ны азайтады. Немесе 165-тен 360 азайтып жіберуге болады, немесе мына жақта тұрған градустың бәрін қосып шығуға болады. 45 қосу 45. Ну, в общем, без разницы. Сол қойға жасашы, қай цвет бір соны белгілейміз. Уже егерде мына бұрышты тап десе, онда әрине біз 360 градустан полный бір шеңберден азайтып жібереміз 165 деген жерде. Бізде ол жерде шығады екен 95 шыға ма, қанша? 95 шығады екен. Енді қарайық. Енді бізде белгілі бір ортадан түскен сәуле, белгілі бір айна жазықтығынан немесе бір шекарада өткеннен кейін ол сәуле бізде сынады. Белгілі бір бұрышқа. Сынған кезде уже ол жерде өзгерістер пайда болады енді бізде. Ол өзгерістер қандай өзгерістер? Соған мән берейік. Ең бірінші нәрсе былай. Бұл әрине бір белгілі ортадан белгілі ортаға өту керек. Өте маңызды нәрсе, қараңдар енді. Мысалға бізде бірінші орта ауа болса, например, ал екіншіне өтіп жатқан орта бізде су болсын мысалға. Шекараның астында орта су болсын. То есть ауадан суға өтіп жатқан дене. Бұл мысалы қасық сасаң, қасық судың ішінде жүрген қасықтың сәл қалыңдау, сәл қысқалау көрінетін сол себепте бассейнде жүрген кезде сынады емес па? Сәуле сынғандықтан ол бізге солайынан көрінеді. Адамның аяғы то же самое, сынған сәуленің пішінге, адамның ұзындығына бәріне әсер береді деген сөз. Енді қарайық. Жалпы бізде білу керек орталардың жылдамдықтары. Ең бірінші біз жарық жылдамдығы алдында айтқанымыз, то есть вакуумдағы жарықтың жылдамдығы. Ол бізде 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі метр бөлінген секунд. Ал біз айтқан болатынбыз, тура осы вакуумдағы жарық жылдамдығы, бірақ ортадағы жарық жылдамдығы осы аздау болады. То есть 2-де где-то 96-97 деп келеді есептерде. Оның 8 дәрежесі метр бөлінген секунд. То есть біздің ортадағы, ауасы бар ортадағы жарықтың жылдамдығы 2-де 97. Ал ауасы жоқ ортада, таза ауа жоқ ортада, вакуумдағы ортада 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі. Әрде ауа жоқ ортасы. Ауа бар орта. Значит, тесттандай сұрақ келсе, жарық вакуумнан ауаға өтті. Жылдамдығы деп сұрақ қойса, не дейміз? Келмейді. Вакуумнан ортаға өтті. Белгілі бір ауасы бар ортаға өтті дейді. Не істейді? Келмейді деп айтамыз. Ал ауасы жоқ, ауасы бардан, ауасы жоқтан вакуумнен, жоқ, ауасы бардан вакуумға өтті десе арта ма? Онда арта. Судан ортадан вакуумға өтсе. Ал енді мынандай нәрсе бар еді. Бұл тек қана жарықтың жылдамдығына байланысты ұғымдар, бұлар жарық жылдамдығына байланысты ұғымдар. Енді бізде басқа да дыбысқа байланысты жарық жылдамдығы, жалпы жылдамдықтар бар. Дыбыстың таралу жылдамдықтары бар енді. Ең бірінші біз тоқталатын нәрсе. Ауадағы дыбыстың жылдамдығы. Ауадағы дыбыстың жылдамдығы бізде 340 метр бөлінген секунд. Тұрақты, То есть біздің сөйлеген дыбысымыз осындай 340 метр секунд жылдамдықпен тарайды. Ал дәл сол дыбыс уже суда
суда сәл көбірек болады. Жуық-мамен 1500 деп алады көп жерде, но шын мәнісінде 1483-ке дейін барады, 1480 деп ала берейік. 1480 метр бөлінген секунд. То есть бұл уже жарықтың емес, бұл бізде дыбыстың жылдамдығы. Дыбыстың тарау жылдамдықтары көрдік па? То есть ауада ол 340 пен тарайды, ал суда 1480 мен тарайды. Значит, мысалға мынандай бір жерді алып қарайтын болсақ, например, ортада бізде шекара болсын, мынаның асты бізде шамамен су болсын аяқ. Мынаның асты бізде су болсын. Су болсын. Мына аста тұрған адам, например. Судың аста тұрған адам. Егер де мына жақтан бір дыбыс сигналын жіберетін болсақ біз, немесе біреу айқайласа, ол дыбыс бірінші ауадан суға дейін жетіп алады, одан кейін бар ол дыбыс судан адамға дейін жетеді, судың ішінде. То есть ол дыбыс біздің ауамызда 4 секунд таралса, ол уже адамға тура сондай биіктікте 1 секундта жетуі мүмкін да. Өйткені оның судағы жылдамдығы 1480 метр бөлінген секунд, көрдік па? Яғни суда дыбыс тезірек тарайды, чем ауаға қарағанда. Значит, мынандай сұрақтар келсе, дыбыс ауадан суға өтті дейді. Ауадан суға өтті. Дыбыс ауадан суға өткеннен кейін дыбыстың жылдамдық қалай өзгереді дейді. Не деп айтамыз? Артады. Жылдамдық артады болады. Өйткені ол 340-тан өтті бізде қаншаға? 1480-ге. Уже артты деп айтамыз. Енді қарайық. Енді бізде мынандай жағдайлар бар да. Мысалға, мынандай есептер келеді бізде. Бізде негізгі форма мынандай, V тең S бөлінген T деген форма бар. Қарапайым біздегі дыбыстың таралу жылдамдығы болсын, кез келген формаға қатысты есеп. V тең S бөлінген T. Например, алып қарайтын болсақ, мысалға айталық мынандай жағдай болсын бізде. Бізде жалпы ауадағы дыбыстың жылдамдығы ол бізде 340-қа тең. 340-қа тең. 340-қа тең, және де оның суға дейінгі таралу уақыты 4 секунд. Мына жердің бізге биіктігін тап десе, S-ті немесе H-ті тап десе, біз не істейміз? Көбейтеміз ғой 340-қа. Көбейтеміз, V-ны T-ға көбейтеміз. То есть дәл осы форманы S табу үшін біз V-ны T-ға көбейтеміз. Көрдік па? V көбейтілген T болады. Яғни 340-қа 4-ті көбейтеміз деген сөз. 340 көбейтеміз 4. Тең бізде қанша? 1360. 1360 метр болады деген сөз. 1360 метр. 1360 метр болады. Ал судың ішінде уже 1 секунд маяқта. Судың ішінде де ол. Алиби, микрофон включи, братан. Кімде шу болады? 1480 болады неде судың астында. Ал судың астындағы жылдамдық бізде 1483. Дәл осы жерді мысалы S-ін тап десе, немесе биіктігін тап десе, бізге уже не істейміз? Біз 1483-ті көбейтіп жібереміз уже 1 секундқа. Тең болады бізде 1483 метр. То есть қарап отырсақ, 340 деген жылдамдықпен дене 4 секундта 1360 метрге дейін жетеді деген сөз. То есть ол 4 секунд бойы таралатын болса. Ал суда 1483 деген жылдамдықпен Ағай, мысалы, осындай есепташы. Осындай есепті. Айтады, екеуінің ауадағы мен судағының екеуінің общий несін тапты, екеуін қоса саламыз, сонда бөлік-бөлік есептеп. Екеуін бөлік-бөлік есептеп, дәл осылай. Сұрақ солай келеді. Жалпы дыбыстан бастап адамға дейінгі арақашықтық десе, дәл осы 1483-ке біз 1360-ты қосып жібереміз. 2700, 2800 шамамен шығады деген сөз. Жалпылама бұл жердегі судағы таралу дыбыстың жылдамдығы мен ауадағы дыбыстың жылдамдығын білгеніміз абзал болады. Және де басқа да сұрақтар келуі мүмкін, мынандай сұрақтар. Енді қарайық. Мысалы бізде енді алдыңғы сабақта айтып жатырық, лямбда тең бізде форма бар, жылдамдықтың жиілікке қатынасы деген. Лямбда тең V бөлінген нью деген. Бұл толқын ұзындығының формуласы. То есть біз айтып жатырға, мысалға дене шамамен біз айтсақ, судан ауаға өтті дейді. Дыбыс судан ауаға өтті. То есть судың ішінен тұрып біреу айқайлады, немесе бір дыбыс жіберді, бір музыканың дыбысын жіберді, немесе бір сигнал жіберді.
ол сигнал судан шыққанға дейін тез шығады дағыны, тез шығып кетеді. Уже судан ары қарай жай тарап қалады да. Значит, судан ауаға өтті дыбыс. Жылдамдығын сұрайды, тоқын ұзындығын сұрайды, және де жиілігін сұрайды. То есть артады ма, кемей ма, қалай болады деген, иә? Судан ауаға өтсе, жылдамдық не істейді бізде? Жылдамдығы Кемейді. Жылдамдығы кемейді. Енді мына формадан көрініп тұр бізде, жылдамдық кемісе, тоқын ұзындығы да кемейді. Артады. Кемейді. Өйткені бұлар бір-біріне тура пропорционал. Көрдік па? То есть сызықтың үстінде тұрса, бөлшектің үстінде тұрған заттың бәрі тура пропорционал болады. То есть жылдамдық кемісе, тоқын ұзындығы кемейді. Яғни тестта белгілеген кезде жылдамдықты біліп тұрсаң, значит сен тоқын ұзындығы тура солай белгілеген дұрыс болады да. Сен точно біліп тұрсың, что жылдамдық артатын, значит тоқын ұзындығы точно артады деген сөз. Мынау көп жауап. Жиілігі кемей ма ағай? Жиілік өзгермейді. Жиілік деген нәрсе артады. Енді мына формада мысалға бізде айталық, судан ауаға өтті, мысалға айтса, 2 есе кеміді десек, мысалға, то есть жылдамдықта 2 есе кеміді, жиілікте 2 есе кеміді. Мынау да 2 есе кеміді. Значит, екіме қысқарады дағын жиілікке еш нәрсе болмайды деген. Өзгермейді. Жиілік никогда өзгермейді. Тоқын ұзындығы кемейді, бірақ жиілік өзгермейді деп айтамыз. Жиілік деген Жиілігі ағай вообще өзгермейді ғой, иә? вообще өзгермейді. Қандай ортадан дене қай ортаға өтсе де, вакуумнан қайқа өтсе де, жиілік деген нәрсе ешқашан өзгермейді. Мына формадан бізге көрініп тұр, лямбда тең лямбда тең в бөлінген нью деген форма, жаңа мысалға бізге айтса, өшіріп қойыңдар. Мен сырттан сол сендер жақтан жазылған ручканы қалай өшіретінін мен әлі білмеймін. Zoom-ды қолданып жүргенмен, Zoom-ды енді жаңа бір ай ма болды қолданып жүрген. Бұған YouTube-пен өтеді. Оны өшіре алмайсың, өшіре алмайсың, иә? OBS деген программа өтедіміз, бұған дейін біз OBS деген. Ода жаза алмайтын. Ол жерде еще мен біреулер сендерді мысалы көре алмай тек қана дыбысын естисің или чатқа жазады. Zoom деген негізі өте жақсы программа. Мысалға айталық, қараңдар енді. Мысалы бізде жылдамдығы, например, ауадағы, например, кез келген бір дененің жылдамдығы, мысалға 100 метр секунд болса, көрдік па? Ал оның тоқын ұзындығы бізде, мысалы, 20 метр болса, мынаның жиілігін тап десе бізге, екеуінің жиілігін тап десе. Біз мына формуладан, V бөлінген нью деген формуладан жиілік табу үшін не істейміз, орнына ауыстырамыз. То есть V бөлінген В-ді лямбда білеміз. Қанша шығады бізде бұл жерде? 5 шығады, дұрыс па? Иә. То есть 120 бөлеміз 5 шығады. Енді екеуінде мысалы бірдей шамаға кемітсек, мысалы жылдамдықты айттық қой, біз жылдамдық кемейді дедік, 2 есе кемесе, мысалы 50 десек, значит тоқын ұзындығы 2 есе кемеу керек. То есть 25 10 болады, бұл жерде. 2 есе кемесек 10 болады. Осы жердегі жиілігін тауып көрсек, то же самое қанша болады? 5 болады. Яғни жиілік өзгермейді, көрдік па? Өйткені жылдамдық пен тоқын ұзындығы бірдей шамаға өзгеріп отыр деген сөз. Енді дальше қарайық. Сонымен бізде ауадан суға, вакуумнан ортаға өткен жалпы жылдамдық пен тоқын ұзындықтарын түсіндік. Ендігі мәселе қарайық. Енді бізде мынау қайтадан жарықтың заңдарына оралатын болсақ, бізде мынандай жағдай бар енді. Негізгі формулалар жиынына тоқталайық енді. Қарайық. Белгілі бір ортадан дене өткен кезде бізде мынандай элемент пайда болады. N деген нәрсе пайда болады. Біз бұны сыну көрсеткіші деп айтамыз. Сыну көрсеткіші. Сыну көрсеткіші. Сыну көрсеткіші. Бұның негізгі формуласы бізде бірінші формуласы, ол былай деп қарастырылады. N тең. Так, Асема, жодан қайта-қайта кіріп жатсың ғой. Лақтар жер жатыр ма не Zoom? Интернет слабый шығар. Қарайық енді. Ең бірінші формадан бастайық. Сыну көрсеткішінің негізгі формасы. N тең синус альфа бөлінген синус гамма дейді. Синус альфа дегеніміз бұл түсу бұрышы, синус гамма дегеніміз ол бізде сыну бұрышы. Бұл белгілі бір дененің белгілі бір ортаға өткен кездегі қаншалықты мәнге сынатындығын анықтайтын шама. Мысалға бізде сынатын жағдайлар, егер де вакуумнан ауаға өтті десе, біз былай сындырамыз. Например, мынау бізде жер шары болсын. Мынау жер болсын. Жер шарынан белгілі бір Кешіріңіз ағай, зарядкам өшіп қалыпты, соткым.
Все. Көшіп қой. Мысалы бізде ракета ұшады, жерден ракета ұшады, біздің ракеталар не істейді? Біздің ракеталар в основном айды көріп қайту үшін барады да. И то айдың бер жағын көріп қайтады, бәріміз білеміз, что айдың бер жағын көріп қайтады. Арғы жағы черная дыра дейді, біраз нәрсесі бар. Ну, жалпы әлем бойынша әлі ракеталар шыққан жоқ, айдың артын көретіндей. Біздің ракетаның бәрі, біздікі емес, жалпы осы әлемнің ракеталарының бәрі тек бер жағын көреді. Енді ар жағын көру үшін Илон Маск қазір енді создать етіп отыр ғой, SpaceX деген ракета, иә. Ар жағына недавно қондыға, если что, новостидан көрсетіп қойды, 2019-да. Қытайда. Ар жағына, бер жағына көп болған. Иә, енді Ояқ ешқандай мистика жоқ қой, просто оның периоды жердікімен сәйкес келеді, айдың тек қана бер жағына қарап тұрады бізге. Иә, сондай неше түрлі бір нәрселер бар. Мысалға, мынау бізде миф қой бәрі. Мысалы алып қарайтын болсақ, жерден бір ракеталар ұшатын болса, ол ракета бізде жалпы траекториясын сызған кезде сәл қиғашынан сызады. То есть айға бүйтіп прямой сызбайды, бізде былай прямойын сызса болады ғой? Жоқ, прямойынан сызбайды. Қалай сызады? Сәл қиғаштау болып сызады. Не үшін? Өйткені белгілі бір атмосфералық қабатты осы ракета тесіп өту үшін, то есть атмосфералық қабат тесіп өткен кезде ол ракета өзінің сама собой бағытын өзгертеді деген. Көп случайлар болған, бағытын былай өзгертіп жүрген жағдайлар болған. Дұрыс, сол ракетаның Сонда сол айға қарай бағытын бұрында несіне бағытын өзгертуіне қарай не істейді ғой, бақылайды ғой. Иә, тура осылай расчетпен бағыттайды. Өйткені енді вакуумда белгілі ракетаның бағытын өзгерту ол үлкен проблема нәрсе да. Поэтому ол жерде бұның бәрі расчет та. Сәл не то бір басқа бір сәл бір не то бұрышқа ауытқып кетсе, уже өте көп шығын жейді, көмір жейді. Ал уже көп көмір жегеннен әрине жете алмай жолдаға кетуі мүмкін. Поэтому көп жағдай бар. Барып айдың бер жағын бүйтіп көріп, бұрылып, суретке түсіріп, бері қарай қайтқан кезде, білесіздер, ракета еще қайттан қонбайды. Ракета бері қарай келе жатқан кезде, капсулада болады адам. Капсуласын басып шығып кетеді. Ол парашютпен барып қойды, ракета барып жарылады, оның темірін сол түскен жердегілер остаткасын жинап барып темірге өткізеді. И оның остаттары өте ауыр болады, и нереально қымбат болады. Ал бір ракетаның 4-5 жыл соғады, минимально 4 жыл соғады, сөйттен оны 20 күнде шаруасын бітіреді. Енді бізде Қазақстан соңғы рет Ағай бір ракета ұшқанға дейін гептилдер тағы құламай ма, одан бөлек тағы лақтырмай ма, ағай? Аха, ол енді импульсін сақтау заңында да айтылады бұл нәрсе. Ракета ұшып бара жатқан атмосфералық қабат тесіп өту үшін үлкен жылдамдық керек, ал ол өте ауыр ракета болғандықтан жартысын тастайды. Отын жанған бөлігін тастайды, ары қарай ол отын жақпайды. То есть көмірін жаға береді, но уже артынан от шықпайды. Өзінің алған энергиясы есебінен ары қарай қозғалады. Просто бағытын дұрыс қою керек та, қайттан чтобы ол жерге кіру үшін. Егер ол айдың ар жағына кетіп қалса, например, уже ол жерге тартылмай қалуы мүмкін, и арғы бөлек бір галактика әлеміне, жұлдыздар әлеміне кетіп қалса, уже бері қарай ол келе алмайды қайттан, ешқандай капсула көмектеспейді. Енді қарайық, дәл осы жерде сыну көрсеткіші деген нәрсе пайда болады. Дененің белгілі бір бағытқа бұрылуы. Біз оны n деген әріппен белгілейміз. И оның мәні көбінесе 1/3, 1/2, 1/7 деген секілді аз мәндерге ие болады. Одан бөлек бізде формуласы бар, мынандай формула бар енді. Толық ішкі шағылу деген нәрсе бар. N тең, ол форманы біз былай деп аламыз. 1 бөлінген синус альфа 0 деген бұрышпен аламыз. Ненің формуласы деді ғой? Бұл форманың аты толық ішкі шағылу деп айтылатын формула. Толық ішкі шағылу. Мына формула жалпы салыстырмалы сыну көрсеткіші деп айтылады. Салыстырмалы сыну көрсеткіші. Бұл негізгі формулардың бірі. Но қосымша формула бар бізде, n тең 1 бөлінген синус альфа 0 деп айтады. То есть шағылған немесе түскен сәуленің біреуі 90 градус болады. Толық ішкі шағылу болып кетеді. Yani bir сәуле, көбінесе түскен сәуле шағылмай қалады. Судың бетінен, күннің сәулесі мысалға судың бетінде тігесінен кетіп қалады ғой. Сондай жағдайларда бір бұрыш берілмей қалады. То есть 90 градусқа тең болады да, көп жағынан үстіндегі бұрыш бірге тең болып кетеді автоматтан. Сол үшін бір үстіне қойылып кетеді. 1 бөлінген синус альфа. Бұл мынандай есептер беріледі көбінесе. Оқша шатасып жатады. Сыну көрсеткіші n тең 2-ге дейді. Толық ішкі шағылудың бұрышын табыңыз дейді. Альфа 0-ді тап дейді. Қарапайым есеп, ойланып қалады да, что там не істейміз деп.
бірақ синус альфа нолевой табу үшін біз білеміз 0,5. 1,2 дей саламыз, яғни 0,5. Ал ол альфа 0, значит, қай градус деген сөз? Синустың 30 30 градусы. 30 градусы. То есть 2-ден 1, ал альфа 0, значит, 30 градус деген сөз. Есептің мәні тұр, осылай просто таба салуға болады. Бұл формула енді біздегі 1 бөлінген 2 тең 0,5, 30 градус деген сөз. Синустың мәнін жақсы білеміз, 2-ден 1, ол 30 градусқа е деген сөз. Одан бөлек қарайық енді. Одан бөлек бізде сынық көрсеткішін салыстырмалы сынық көрсеткіші деп айтады. Тағы да бізде формуласы бар. Біз оны былай деп айтамыз. N тең N2 бөлінген N1. Мына жақта N2 деген N1-ден үлкен болу керек болады. Бұл да тоже салыстырмалы сынық көрсеткіші. Бірінші ортадағы мен екінші ортадағы салыстырмалы сынық көрсеткішінің формасы. N2 үлкен N1-ден болады. Тоже есептерді байқасаңдар, екі сынық көрсеткішін береді, синус альфаны тап дейді. Осы жердегі N2 бөлінген N1 деген нәрсені N-нің орнына апарып қойып, синус альфаны таба берсеңдер болады. Или бөлек осы жерден N-ді тауып, 2 деген мән шықса, ары қарай N-ге апарып қоя берсеңдер болады деген сөз. Бұл салыстырмалы сынық көрсеткіші деп айтады. И тағы бір маңызды формуласы N тең С бөлінген В деп айтамыз. N тең С бөлінген В. Вакуумдағы жарық жылдамдығы менен тура сол жарық жылдамдығының ортадағы жарық жылдамдығының екеуінің С бөлінген В қатынасы. Бұл формуланы абсолют сынық көрсеткіші деп айтады. То есть салыстырмалы емес, бұл уже абсолют деп айтады. Абсолют сынық көрсеткішінің негізгі формасы С бөлінген В деп айтсақ болады екен. Ай, уақыт болды. Ағай, обед ішкілік 10 минут қалды итак обедке. Все, такс. Енді бізде осымен бірінші бөлім аяқталды. Оптиканың жарықтың заңдарына байланысты бірінші бөлім. Бұған байланысты бізде шамамен менде 40 есептей бар. Қазір осыдан кейін екінші сабақта біз линзаны бастаймыз. И линзаның негізгі бөлімдерін өтетін боламыз. Ай, сіз ана PDF-ін жібере салыңызшы, Ақтоқын апайға. Все, мен қазір ыңғай. Все. Аха. Болды. Ақтоқын апайға жіберем, Ақтоқын апай сендерге жібереді, окей? Кітапты жіберсеңіз де болады, апай. Жақсы, рахмет ағай.